Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бұл бейнемізде сіздердің берген дауыстарыңызға орай Солтүстік Америка туралы топ 10 фактты назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше кеттік. Солтүстік Америка ішінара Дания корольдігіне жатады. Бұл Солтүстік Америка материгіне жататын, бірақ саяси жағынан Данияның автономды бірлігі болып табылатын әлемдегі ең үлкен арал Гренландия туралы. Аралдар осы континенттің құрлығының 20%-ын құрайды, ал осы материктің жалпы ауданы КСРО-мен салыстыруға келеді. Ал Солтүстік Американың Сент-Пьер мен Микелон аралдары Францияға тиесілі. Солтүстік Американың көп бөлігі Канада мен ақш-қа тиесілі, бірақ бір кездері орыс колониялары болған. Аляска сатылғанға дейін Ресей империясына тиесілі болды. Сонымен қатар Калифорния аумағында Ресей колониясы да болған. Қазір Солтүстік Америка континентінде 23 мемлекет толығымен немесе ішінара орналасқан. Олардың арасында теңізге шыға алмайтын бірде-бір мемлекет жоқ. Солтүстік Американың табиғаты барлық жағынан бай. Тек сүтқоректілердің өзінің 960-тан астам түрі бар. Бірақ бұл өсімдіктер мен жануарлар әлемінің әртүрлілігі жоғары болатын Оңтүстік Америкамен салыстырғанда әлі де аз. Мұндай жағдайларда жаңа түрлерді жерсіндіру оңайырақ болды. Мысалы, Солтүстік Америкалық барлық торғайлар бір кездері еуропалықтар әкелген жалғыз үйірінен өсірілді. Христофор Колумб ашқан бұл континент Америка Веспуччидің құрметіне аталған. Өйткені Колумб жаңа материкті ашқанын ешқашан білмеген. Бірақ бірқатар дәлелдер скандинавиялық викингтердің ежелгі уақытта осында келгені және Чукотканың байырғы тұрғындары Чукчи бұрын Алясканың байырғы тұрғындарына және осы аймақтардағы еуропалықтардың солтүстік колонияларының тұрғындарына шабуыл жасағанын көрсетеді. Жердің екі ірі материктік плиталарының соқтығысуына байланысты кейде өте күшті жер сілкінісі болады. Жарылған жері Калифорния арқылы өтеді. Бұл әйгілі Сан-Андрес. Солтүстік Америкада торнадо да жиі кездеседі, және олар кез келген басқа континентке қарағанда күшті. Ал ақш-тың оңтүстігіндегі тұрғындар үшін бұл нағыз апат. Қарабайыр адамдар Солтүстік Америкада салыстырмалы түрде жақында, шамамен 15 мың жыл бұрын пайда болған сияқты. Табылған қалдықтарды зерттеу көрсеткендей, американдықтардың ата-бабалары Азияның солтүстік аймақтарынан шыққан болуы мүмкін. Сондай-ақ алғашқы қоныстанушылар Беринг бұғазы пайда болғанға дейін Азиядан Солтүстік Америкаға қоныс аударған деген теория бар. Бір кездері бұл материкті Еуразиямен байланыстыратын мойнақ болып, бірақ кейінірек ол су астына кеткен. Жердің барлық континенттерінің ішінде Солтүстік Америка 3-ші орында, және онда 3 мұхит, Атлант, Тынық мұхиты және солтүстік мұздық шайылады. Сонымен қатар, мұнда шамамен 600 миллион адам тұрады. Бұл тек Үндістанға немесе Қытайға қарағанда шамамен 2,5 есе аз. Солтүстік Американың ең үлкен қаласы Мексиканың астанасы Мехико қаласы. Бір кездері Ацтектер империясының астанасы Тенохтитлан тұрған жерде салынған. Мехиконың өзінде шамамен 10 миллион, ал қала маңындағы аудандарды алғанда 21 миллионнан астам адам тұрады.
Бүкіл солтүстік Америкадағы ең ыстық жер Мохаве шөліндегі өлім алқабы. Мұнда плюс 56 градус температура тіркелген. Бұл батыс жартышардағы ең жоғарғы температура. Ал солтүстік Американың ең суық жері Канадаға тиесілі Гудзон шығанағы. Қыста минус 50 градустағы аяз сирек емес. Солтүстік Америкалық жағалау сызығының жалпы ұзындығы 60 000 шақырымнан асады. Бұл жердің экваторлық радиусынан 1,5 есе көп. Бұл басқа континенттерге қарағанда көбірек. Материктің ұзындығы да 7326 шақырымды құрайды. Бұл Ресей жерінің ұзындығының 1/4 аз. Осымен бейнеміздің соңына келдік. Егер бейне ұнаса лайк басып, достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Және пікір алаңға пікір жазып қалдырыңыздар. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.